Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз өте қызықты саяхатқа шығамыз. Біз жемістер мен көкөністер әлемін танимыз. Олар біздің денсаулығымыз үшін өте пайдалы, дәруменге толы тағамдар. Ендеше дайын болсақ, алдымен жеміс бағына саяхатқа шығайық. Дайынсыңдар ма балақайлар? Олай болса, саяхатымызды бастайық. Міне балалар, бұл жеміс бағы. Көктемде ағаштардың түптерін қопсытып, жерін дайындаймыз, ағаш көшеттерін отырғызамыз, су құямыз, жаз бойы күтіп баптап, ал күз келгенде ағаштар тәтті жемістерге толады. Ал ендеше жемістердің өздерімен таныс болайық балақайлар. Сәлем балалар, мен алмамын, менің дәмім тәтті, тісім қызыл, жасыл сары болады. Менің құрамымда өте көп дәрумен бар. Күнде бір алмадан жесеңдер, денсаулықтарың мықты болады. Сәлем, мен алмұрт боламын. Менің пішінім ерекше, дәмім жұмсақ, қош иістімін. Маған күннің жылы сәулесі ұнайды. Денең мықты, сергек болсын десең, менен күнде дәм татып отыр. О, сәлем, мен апельсинмін. Мен жылы елдерде өсемін. Қабығым қалың, ішім шырынды. Мен с дәруменіне баймын. Менімен суық тиюден қорықпайсың. Достар, сәлем, мен бананмын. Менің пішімім ұзынша, қабығым сары. Маған кішкентай балалар ерекше қуанады. Энергия мен қуат сыйлаймын. Сәлем, мен лимонмын. Мен қышқыл болсам да өте пайдалы жеміспін. Менің шырыным шайға қоссаңдар суықтан сақтайды. Көп дәрумен мен минералдар менің бойымда көп. Міне балақайлар, біз жемістерміз, бізбен таныс бол. Ал міне балалар, жемістермен танысып алдық. Енді біз көкөністер бағына саяхат жасайық. Көкөністер де адам ағзасына өте пайдалы. Оларды біз көктемде жерге отырғызып, жаз бойы суарып, баптап күтеміз. Күзде өнімін жинап аламыз. Ал ендеше көкөністердің өздерімен де таныс болайық. Сәлем, мен қиярмын. Менің түсім жасыл, пішінім ұзынша. Менің құрамымда су көп. Сондықтан мен сергекпін. Сәлеметсіңдер ме? Мен қызанақпын. Мен қызыл түстімін. Дәмім тәтті қышқыл. Мені дәмді салаттарға, сорпаларға қосады. Мен балаларға өте пайдалымын. Сәлем, мен орам жапырақпын. Менің жапырақтарым көп. Өзім өте пайдалы көкөніспін. Мені салат, борщ, түрлі тағамдарға қосады. Мені жеген бала мықты болады. Сәлем балақайлар, мен сәбізбін. Менің түсім сары қызғылт болады. Мен көзге өте пайдалымын. Менің құрамымда А дәрумені өте көп. Мені жеген бала мықты болып өседі. Балақайлар, мен баялдымын. Мен күлгін түстімін. Дәмім ерекше. Мені үнемі әртүрлі дәмді салаттарға қосады. Балақайлар, мен де өте пайдалы көкөніске жатамын. Мені де үнемі жеп жүріңдер. Балақайлар, міне біз жеміс бағына, көкөністер бақшасына саяхатқа барып, жемістермен, көкөністермен танысып келдік. Енді балақайлар, білетін боламыз, олардың бізге әкелетін пайдасы өте зор екен, я? Біз әрдайым жемістерді, көкөністерді жеп жүруіміз керек. Олардың құрамындағы дәрумендер біздің ағзамызға өте пайдалы.
Ал енді балақайлар, осы жемістерді біз күз келгенде жинап алып, олардан әр түрлі дәмді тосаптар, салаттар, тұздықтар жасаймыз. Қысқа арнап әр түрлі дәмдеуіштер дайындаймыз. Сендер оны білесіңдер ме? Міне балақайлар, біз анамыздың, әжеміздің көмегімен осындай дәмді салаттар мен тосаптар дайындап қоямыз. Қараңдаршы балақайлар, бізге бүгін Әли мен Ая көмек сұрап келіпті. Олар да сендер сияқты жемістер мен көкөністерді өте қатты жақсы көреді екен. Өздерінің себеттері бар екен. Міне сол себеттерді біз жемістер мен көкөністерге толтыруымыз қажет. Әлидің себетіне жемістерді, Аяның себетіне көкөністерді саламыз. Бірінші жеміс алма. Қай себетке саламыз? Әлиге ме, Ая ма? Дұрыс, Аяға саламыз. Жарайсыңдар. Келесі бізде көкөніс қияр. Дұрыс. Біз оны Әлидің себетіне саламыз. Келесі жемісіміз біздің алмұрт. Алмұртты Аяға салдыңдар. Жарайсыңдар. Келесі бізде қызанақ. Оны кімнің себетіне саламыз? Дұрыс, Әлидің себетіне саламыз. Келесі бізде жеміс кезекте апельсин. Ой, жарайсыңдар. Аяның себетіне салдыңдар. Келесі көкөніс сәбіз. Әлидің себетіне салдық. Ал енді лимонды қайда салады екенбіз? Дұрыс, Аяның себетіне саламыз. Баялды деген көкөніс қайда барады екен? Қай себетке? Дұрыс, Әлидің себетіне барады. Орам жапырақ ше балақайлар? Ай, жарайсыңдар, Әлидің себетіне түсті. Қалды бізде банан. Бананды қай себетке саламыз? Әрине, Аяның себетіне саламыз. Жарайсыңдар. Бүгінгі берілген тапсырманы жоғарғы деңгейде орындадыңдар. Міне балақайлар, бүгін біз жемістермен, көкөністермен танысып, барша жемістердің атауын жаттап алдық. Жарайсыңдар. Келесі ұйымдастырылған іс-әрекетте өздеріңмен кездескенше балақайлар. Өте білгір, ақылды балақай екенсіңдер. Сау болыңдар.